Достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында осындай өте тәтті прям карамельді попкорн жасауды көрсетемін. Прям кинотеатрдағыдай сладкий попкорн болып шығады. Кеттік. Ол үшін бізге ең бірінші екі сковородкаңызды алып дайындайсыз. Газға қатты отқа қойып қоясыз. Біріне карамель дайындаймыз, екіншіне попкорн өзім пісіреміз. Мынандай сары майдан мен 100 граммды алып осылай еріттім. Сіздер маргаринді алсаңыздар да болады, сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Сосын бетіне жаңағы попкорнға арналған кукурузаны салып, міндетті түрде крышкасын жабыңыздар, әйтпесем попкорн дайын болған кезде осылай атқыланып шашырайды. Осылай попкорнды пісіріп аласыздар, ешқандай қиыншылығы жоқ. Және де карамельді дайындау үшін, егерде сіздер тәтті жақсы көретін болсаңыздар, карамельді сумен, қантпен дайындайсыздар. Ол ешқандай қиыншылығы жоқ. Попкорнды дәл көп қып бірден кукурузаны сковородкаға салмаңыздар, себебі ол жаңағыдай симай кетуі мүмкін. Сәл-сәлден салып пісіріп алып отырасыздар. Мен осындай кішкене попкорндарды салып 3 чашка попкорн дайындаған болатынмын. Неге тағы да көрсетейін, бұл жолы мен сары май мен кәдімгі сұйық майды араластырып істеп көріп жатырмын. Тоже өте дәмді шықты. Майларыңызды аямай қосыңыздар, сол кезде дәмді майлы болып пісетін болады. Енді карамелін жасайық. Карамельді жасағанда да өздеріңіз тәттілігін жақсы көргенге қарай қантты жасайсыздар. Мысалға 100 грамм қантқа примерно 80 грамм суыңызды құясыз. Бірақтан да егер қара карамель болады, сондай дайындағыңыз келсе, бірінші қантты ерітіп, одан кейін оны күйдіріңкіреп ерітесіздер, қозғап тұрасыздар, одан кейін бірақ суыңызды құясыздар. Қараңыздар, попкорндар прям күшті болып шыққан. Осындайдан 3 сковородка толтырып пісіріп алдым. Попкорнның кукурузасының килограммы 700 теңге тұрады. Одан өте көп попкорн шығатын болады. Енді дайын болған осындай жаңағы карамеліңізді, менікі сұйықтау болды. Сіздер сәл қозғап тұра берсеңіздер, қоюлау болады. Осылай сұйықтау болса да тәтті болады. Дегенмен де менікінің өзі жаңағыдай ғырт етіп өте әдемі болып шыққан. Қараңыздар, попкорн дайын болды, дәмді, өте выгодно десем де болады. Біраз киноларды көріп тастадық. Енді менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге күшті рецептлермен бөлісетін боламын.